Рамазан деген сөздің негізі түпкі мағынасы күйі деген мағынаны білдіреді екен да. Ал енді оның шариғаттағы мағынасына келіп тоқталатын болсақ, ораза ұстаған кезде жалпы адамның іші қыза түседі екен. Әсіресе мынау жаздың оразаларында солай болады мысалы. Оның тағы да бір мағынасы, мұсылман адам ораза ұстау арқылы сол бір жыл бойы жасырын жариялы нәпсіге еріп жасап қойған күнәлары болады. Соның барлығын Алла Тағаланың қалауымен ораза ұстаған адамның күнәлары күйіп кетеді деген де мағынасы бар екен. Тозақтың есіктері жабылуы да ол Алла Тағаланың рахматы. Алланың рахматы болғаннан кейін ары қарай Алланың кешірімі болады. Енді Алла Тағала разы болып ораза ұстап ары қарай жалғастырып ортасына келген кезде әлі ол қиналып жүрсе де оразасын тоқтатып қоймай ары қарай Алланың әмірін толық орындаған үшін Алланың кешіріміне бөленеді. Соңына келген кезде оразасын тастамай соңына дейін сабыр етіп оразасын ұстағанда Алла Тағала уәде қылып кеңінен Алла не дейді? Тозақты не дейді? Есіктерін жауып, жәннатына кіруге есігім ашық дегендей Алланың мейірімі жауып, соларға уәдесі толық болып тұр да, қарасаңыз. Кейбір кісілер ораза ұстап жүреді, әуелінде кейін шыдай алмай ары қарай тоқтатып қоюы мүмкін, ортасына келген кезде қойып қоюы мүмкін. Соның барлығына шыдап өту өзі мұсылманға бір сынақ. Сол сынақтың барлығын өткенге Алла Тағала осының ішінің барлығын кемелдендіріп, толықтырып, өзіне жаңағы уәдесін Алла Тағала орындаушы. Үміт еткендерге Алла Тағаланың сый-сияпаты өте жоғары.